Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Цифрлық сауаттылық білім берудегі алтын көпір. Оқыту үрдісінде цифрлық құралдар жеке тұлғаның жан-жақты қалыптасуына, оқу материалын меңгеруіне жағдай жасайды. Осы орайда қазақ тілі сабақтарында тілдік дағдыларын жетілдіруге класс-кик қосымшасы көмекке келе алады. Класс-кик бұл төр дағдыны қалыптастыруда тиімді құрал. Үй жұмысын ұйымдастырудың оңтайлы жолы. Оқушының ішкі уәжін арттыру құралы, кері байланыс берудің тиімді жолы, мониторинг жүргізудің ыңғайлы түрі, қолжетімді және қарапайым құрал. Жоғарыда аталған мүмкіндіктерді пайдалану үшін classkick.com сілтемесін теріп, сайттың алғашқы парақшасында мұғалім ретінде тіркелу керек. Содан соң құралдың негізгі парақшасы ашылады. Жаңа тапсырма құру үшін экранның оң жағында орналасқан жасыл батырманы шерту керек. Жаңа тапсырма бірнеше слайд түрінде ашылады. Слайд санын қосуға болады. Әр слайдта жұмыс тақтасы ашылады. Жұмыс тақтасында мәтін теру, сілтеме қою, сурет қосу, аудио жазу, ашық сұрақтар құрастыру, көп таңдауы бар сұрақтар құрастыру, стикер арқылы оқушы сұрағына жауабына кері байланыс беру, ұпай қою, фонды өзгерту сынды өңдеу жұмыстарын орындауға болады. Класс-кик қосымшасын тіл меңгертуде қалай қолдануға болады? Қазақ тілі сабақтарында бұл қосымша арқылы тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын жетілдіруге болады. Тыңдалым дағдысын екі формада ұсынуға болады. Біріншісі бейне жазбаның сілтемесін қою болса, екіншісі аудио жазба жасау арқылы орындалады. Жұмыс парағына бейне жазбаның сілтемесін көрсету арқылы жасалады. Бейне материалдың атауы мен сілтемесін өзгертуге, жоюға болады. Тыңдалым тапсырмасын жасауда жұмыс тақтасындағы өңдеу құралдары пайдаланылады. Айтылымды қосымшада көрсетілген микрофон батырмасы арқылы жүзеге асыруға болады. Яғни, оқушылар өз жауабын аудио түрінде жазып, мұғалімге жібере алады. Немесе дайын аудионы компьютерден қоя алады. Айтылымға арналған тапсырманы сурет, сызба, жоспар қолдану арқылы түрлендіруге болады. Оқылым мәтінін алдын ала дайындап, платформаға бірден қоюға, немесе Т батырмасы арқылы сол қосымшаның өзінде теруге болады. Оқылым мәтіні бойынша тапсырмаларды ашық сұрақ, көп таңдауы бар сұрақ түрінде жасауға болады. Оқушылар жазба жұмысында класс-кикте орындай алады. Төр дағдыға арналған тапсырмаларды автоматты түрде бағалау үшін бал қою жүйесі қолданылады. Сонымен қатар мұғалім стикер арқылы комментарий береді. Дайындалған тапсырмалар назначить батырмасы арқылы алдын ала құрылған сыныпқа немесе жеке оқушыға сілтеме жіберу арқылы тағайындалады. Білген адам білімді өмір бойы іздейді. Іздену шығармашылыққа үздік нәтижеге жеткізеді. Сондықтан класс-кик қосымшасы арқылы сіздер өз сабақтарыңызды қызықты, тиімді ұйымдастыра аласыз.